Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып лексика, қолдану аясы шектеулі сөздер. Архаизм, неологизм, диалект сөз, термин сөз, кірмен сөз. Қолдану аясы шектеулі сөздер. Көнерген сөздер, неологизм. Көнерген сөздер, архаизм және тарихи сөздер болады. Архаизм халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет-ғұрпына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отырған немесе ескеріп кеткен сөздер. Мысалы, торқа, биқасат, дүрия, патсайы, барымда, кебеже, шидем, тағы да басқандай. Ал тарихи сөздер қолданылған дәуірі өтіп, ескі заманның өзімен бірге көнерген тарихи атаулар. Мысалы, хан, патша, би, садақ, жебе, қызыл отау, отарба, тағы да басқадай. Неологизм тілде жаңа ұғымдарды білдіретін сөздер, жаңа сөздер немесе неологизмдер деп аталады. Мысалы, ғарыш, жер серігі, саяжай, ермек саз, кеден, жол серік, тағы да басқандай. Ары қарай диалект сөз, белгілі бір аймақта ғана сөйлеу тілінде қолданылатын сөздер. Мысалы, сым, шалбар, тұқым, жұмыртқа, жар, қабырға, чәугім, шайнек. Термин сөз, ғылым, техника, өндіріс саласында қолданылатын сөздер. Мысалы, квадрат, куб, глобус, карта, аммиак, озон, синоним, антоним. Кірме сөз, басқа тілден енген сөздер. Мысалы, араб парсы, яғни адам, әлем, ғылым, қоғам, тарих, тағы да басқандай. Моңғол тілінен аймақ, жарлық, нөкер, тағы да басқандай. Орыс тілінен, яғни шайнек, сіріңке, кәмпит, тәрелке, телефон, телеграф, тағы да басқандай. Кәсіби сөз, белгілі бір кәсіп, шаруашылық түріне байланысты қолданатын сөздер. Мысалы, атауыз, шейіт, әңгелек, атыс, шекілдеуік, бәдірен, тағы да басқандай. Ал табу сөз, мифтік ескі наным бойынша атын тура айтуға тыйым салынған сөздер. Мысалы, келін күйеуінің достарына ат қояды. Шырайлым, еркем, төре, жігіт. Табу сөздерді жалғастырамыз, яғни табиғат құбылыстарына жай түсті, жасыл, ауруға, шешек ауруы, қорасан, аң құсқа, малға, қасқыр, ұлыма, қой, маңырама. Эвфемизм, дөрекі, тұрпайы сөздерді сыпайы, жағымды сөздермен ауыстыру. Мысалы, ұрланды, қолды болды. Мылжың, сөз суар. Өтірік айту, қосып айту. Ары қарай дисфемизм, мағынасы жағынан эвфемизмге қарама-қарсы құбылыс. Яғни, мысалы, боқ мұрын, боқмен жасты баламен ойнау деген сияқты. Қанатты сөздерді қарастырайық. Тұрақты тіркес. Мағынасы бір тұтас. Құрамын өзгертуге, басқа сөзбен алмастыруға болмайтын бір сөздің орнына ғана жұмсалады. Мысалы, таяқ тастам жер. Мұзға отырғызып кету. Қой аузынан шөп алмас. Ары қарай мақал. Мақал 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін білдіріп, белгілі бір тұжырым жасайды. Мысалы, кең болсаң, кем болмайсың. Ал мәтел, ой пікір бейнелі әрі тұспалдап айтылған ишара түрінде болады. Мысалы, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.